Саламатсыз көрермен, бірінші Қарағанды телеарнасында жаңалықтар, студияда Айжырқын Аспандиярқызы. Алдымен аңдатпа көріңіз. Облыс әкімі Жеңіс Қасымбек Жаңаарқа ауданына жұмыс сапары барысында жергілікті кәсіпкерлермен кездесті. Өңірімізде Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасының қатысушылары үшін дауыс беру қарқынды жүріп жатыр. Соңғы 10 жылда Қарағанды облысындағы қан диабеті бар науқастар саны 2 есеге өскен. Мұндай деректі дәрігерлердің өздері мәлімдеді. Облыс әкімі Жеңіс Қасымбек Жаңаарқа ауданына жұмыс сапары барысында жергілікті кәсіпкерлермен кездесті. Ауданда 2300-ден астам шағын және орта бизнес нысандары жұмыс істейді. Жергілікті кәсіпкерлер ауыл шаруашылығымен, өндіріспен, саудамен және қызмет көрсету саласымен айналысады. Арқа құрылыс кәсіпорын асфальт пен қиыршық тас өндірумен айналысады. Өткен жылы компания 2 зауыт ашқан. 2 жыл ішінде 150 мың тоннадан астам асфальт және 180 мың тоннаға жуық қиыршық тас өндірілді. Зауыт материалдары республикалық, облыстық және аудандық маңызы бар жолдарды жөндеу жұмыстарында қолданылады дейді Арқа құрылыс компаниясының бас инженері Кемал Мұқанов. Бір завод қиыршық тас шығарады, завод бір асфальт шығарады. Соны асфальт шығарды, 180 мың тоннадай шиелі шығардық. Осының республика жолдары, облыс жолдары, сертификат как бәрі бар. Жақсы, енді облыс бойынша үлкен жұмыстар басталып келесі. Жалпы 175 миллиард теңге керек жолдар. Балқашқа баратын жол, Ағаны баратын. Қарағандыдан жол басталды. Республика жолын Қарағандыдан 60 шақырым былтырдан бері асфальтты шегірімді бәрі бізден. Жеңіс Қасымбек өңірде жасалған компоненттер жұмыста пайдалану өте маңызды екенін атап өтті. Осындай қажетті материалдардың бізде өндірілгеніне қуаныштымын. Оның үстіне соңғы уақытта жолдар жөндеуге ерекше көңіл бөлінуде деді облыс әкімі. Аудан басшыларының пікірінше, өткен жылы жас кәсіпкерлерді қолдау үшін аудан әкімдігінен 4 миллион теңгеге грант бөлінген. Бұл қаражатқа 8 жоба жүзеге асырылып, 23 жаңа жұмыс орны ашылды. Келесі жылы 500 мың теңгеден 10 грант беру жоспарлануда. Жаңабек Нара, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Биыл жыл соңына дейін облыстық кәсіпкерлер палатасы арқылы кәсіпкерлікпен айналысқысы келген 5000 адамды оқыту жоспарланған. Бұған дейін тек аудандар мен моноқалаларда ғана болашақ кәсіпкерлер арнайы курстарға қатысып келген. 2019 жылдан бастап Қарағанды қаласында да өз бизнесін ашуға ұмтылған жастар білімін жетілдіріп грантқа ие болды. Атамекен кәсіпкерлер палатасында 2017-2021 жылдарға арналған кәсіпкерлікті дамыту және халықты еңбекпен қамтудың бағдарламасы жасалған. Осынау бағдарлама аясында барлық аудан қалаларда жастарды кәсіпкерлікке баулуға тренингтер өткізілді. Бүгінде облыста жас кәсіпкер жобасы аясында 1350 жас бизнес бастау бағдарламасы бойынша 2600-ден астам адам оқытылды. Қазіргі таңда қалған қатысушылар білімін жетілдіріп жатыр. Айтуынша, жас кәсіпкерлер бұл курстан көп тәжірибе жинаған. Бұл бағдарламаға келгенде шынымен де жастар жаңағы ойлары көп, идеялары көп болғанымен, олар қалай дамыту керек, қалай жұмыс істеу керек, өзінің қорқынышын қалай жеңу керек, сондай сұрақтарға олар жауап бере алмайды. Ал кәсіби мамандар жаңағы бұндай сұрақтарды, бұндай қорқыныштарды жеңуге көп көмектесті. Бизнесін енді бастап кәсіпкерлік бойынша оқыған жастарға комиссия мүшелерінің шешімімен конкурстық негізде грант беріледі. Ал әрі қарай дамыту үшін 6%-бен несие алуға болады. Бизнес бастау бағдарламасы бойынша білім алған жастардың арасынан кейіннен үлкен кәсіпкерге айналған бизнесмендер де бар. Осынау жас кәсіпкерлердің тың идеясы өңірдің дамуына өзгеше серпін бермек дейді мамандар. Киберспорт деген, қазір бір жаңа бір бизнес бар. Спортивный именно жаңағы компьютер арқылы бір спорт сайысы дейді. Соны асырап жатқандар бар. Сосын кейін IT технологияларға байланысты көбінесе бізде ол балалар соған бағытталған. Қарағанды облысында, Қарағандыда жоқ деген. Сосын кейін мына даже жалпы былай қарап отырсаңыз кондитер цех, пекарня дегендер енді Қарағандыда бар, моногородтарда бар, бірақ көп ауылдарда жоқ. Ол да қажет. Сосын кейін ауылдарда қазір мына жас қыздар біздің ашып жатқан дамыту орталығы, балаларға арналған дамыту орталықтар жетіспейді. Сонда ашып жатқандар көп. Аймағымызда курсқа қатысқандардың арасынан 822-сі жалпы 2 миллиардқа жуық грант пен шағын несие алды. 790 жас кәсіпкер 500 мың теңгеге дейін грант иеленіп, сондай-ақ 400 миллион теңгедей қаржы грантқа бөлінген. Биыл жыл соңына дейін республика бойынша 55 мың адамды оқыту жоспарланған.
Жаңабек Нар, Сергей Высокосов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды қаласының әкімі Нұрлан Әубәкіров қарашаның 21-де бір күнін азаматтарды қабылдауға арнайды. Атап айтқанда, өтініштер қарашаның 15-нен бастап қабылданады. 20-сына дейін 42-58-67 телефон нөміріне хабарласып жазылуға болады. Президенттің билік өкілдері халықпен ашық, тығыз байланыста болуы қажет деген тапсырмасына орай Қарағанды қаласының әкімдігі де тиісті міндеттерді атқаруда. Менің жетістігімнің тарихы, елімнің жетістігі. Осындай атаумен бүгін Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінде 100 жаңа есімі жобасының жеңімпазы Никита Амоскин жастармен кездесті. Сондай-ақ бас қосуда әр саланың тәжірибелі өкілдері өздерінің жетістікке жету жолдарымен бөлісті. Қазақстан халқы ассамблеясы ұйытқы болған шараға этномәдени бірлестіктер мен студенттер қатысты. Өткен жылғы Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасына ілінген жастардың бірі қарағандылық Никита Амоскин. Ол акробатикадан әлемнің бірнеше дүркін чемпионы. Қазір аймақта спорттық акробатиканы дамытуға үлес қосып жүр. Бүгінгі бас қосуда жиналғандарға өзінің жетістіктерін айтып, кездескен қиыншылықтармен де бөлісті. Надо, конечно же, никогда не останавливаться на достигнутом. Спортта ешқашан тоқтауға болмай, тек қана алға жылжу керек. Қиыншылықтар кездескенде де оны жеңе білу қажет және одан да мықты болу тиіс. Ең бастысы алға қойған мақсатына тез әрі қорықпай жетуің керек. Келер жылдың мамыр айында акробатикадан әлем чемпионаты болады. Соған тыңғылықты дайындалу үстіндеміз. Негізгі мақсат қарағандылық жастардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру, уақыт көшінен қалмай білімді жетілдіріп кәсіби өсу. Жетістікті негізгі кілті, ал ол жетістік елінің дамуына қосқан үлес. Дәл осы қағидатты Елизавета Седышева да ұстанады. Ол болашақта 100 жаңа есім жобасына ілігіп, еліміздің дамуына өз септігін тигізгісі келеді. Мен де осы жобаға қатысқым келеді, себебі бұл елімнің дамуына, тілдің дамуымызға байланысты. Әр қазақстандық қазақша сөйлесе, мемлекеттік тіл сөйлесе, ол елдің дамуына, тілдің де дамуына үлес қосады деп ойлаймын. 100 жаңа есім жобасының биылғы ерекшелігі байқауға қатысқысы келген әр азамат өзін-өзі ұсына алады. Өзіне өзі сенімді, жас болса жол ашық. Жеңімпаздардың есімдері желтоқсан айында елбасының қатысуымен өтетін салтанатты жиында жарияланады. Айта кетсек, 100 жаңа есім жобасында 2 жылда 5 мыңға жуық адам қатысып, 2 миллионға жуық қазақстандық дауыс берген. Ал өткен жылы 29 адам жеңімпаз атанған. Айжарқын Сейсен, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда екінші инновациялық хакатон жобалар байқауы бастау алды. Сайысқа республика көлемінде мектеп оқушылары, студенттер және жас мамандар қатысуда. Қарашаның 15-16 аралығында өтетін дода аясында үздік деп танылған команда 500 мың теңге иеленеді. Жиналған барлық студенттердің ортақ мақсаты бизнес идеяларын жүзеге асыру. Жобалар әртүрлі, негізінен ауыл шаруашылығы және өнеркәсіп салаларында. Лия Шакимованың командасы сарқыт боксын дамытты. Бұл Қазақстанды бейнелейтін кәде сыйлары бар ерекше қорап. Айтуынша, команда мүшелері тауарларын әлем елдеріне экспорт ретінде шығарғысы келеді. Қазақ халқының дәстүрін өзге елдерге жаңаша түрде, инновациялы түрде жеткізу бір жолы болып табылады. Хакатонға барлығы 200-ден астам адам қатысты. Атап айтқанда Нұр-Сұлтан, Қарағанды және Павлодар облыстарынан келген. Олардың барлығы 18 жастан 29 жасқа дейінгі жас кәсіпкерлер. Арасында студенттер де, жас мамандар да бар. Негізгі міндет егіншіліктің жаңа әдістерін және ірі өнеркәсіптік кәсіпорындардың жұмысын оңтайландыру жүйесін дамыту. Хакатонның мақсаты енді өсіп келе жатқан, жаңа бастап жатқан бизнесмендер, одан кейін студенттер, жобалары бар колледж студенттері мен мектеп оқушылары өздерінің жобаларын менторларға ұсынып, сол жобаларды 300-не енгізу және өзінің тәжірибесімен алмасу.
Көптеген кәсіпкерлер мансаптарын осындай шағын бастамалардан бастаған. Осы ретте жобаларға көмектесу, бағыттау және қолдау үшін осындай жобалардың маңызы зор дейді кәсіпкерлер. 2 күн бойы марафонға қатысушылармен арнайы менторлар жұмыс істейтін болады. Кезінде өздеріміз осы студенттер сияқты осындай мероприятияларға қатысып, жобаларға қатысып, өздеріміз де бастағанбыз. Қазір жақсы деңгейге жетіп, өз білімдерімізді басқа студенттерге бөліскіміз келеді. Кәсіпкерлердің қатарында ауыл шаруашылық саласын өкілдері де бар. Олар өздерінің принциптері мен артықшылықтары туралы айтты. Тұсаукесер өткен соң қатысушылар өз жобаларымен жұмыс істеп көпшілікке көрсетті. Ең үздік деп танылған жобаның ел ішіндегі танымдылығы артады және $500 000 теңгені иеленбек. Айнұр Шалғынбай, Аманқожанов, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы. Соңғы 10 жылда Қарағанды облысындағы қант диабеті бар науқастар саны 2 есеге өскен. Мұндай деректі дәрігерлердің өздері мәлімдеді. Бүгінде аталмыш дерт адамдарды өлімге ұшыратуға мүмкін қауіпті 3 аурудың бірі болып табылады. 14 қараша дүниежүзілік қант диабетімен күресу күні болып белгіленген. 60 жастағы зейнеткер Ғанимат Такешева 15 жылдан бері қант диабетімен ауырады. Эндокринология бөлімшесіне жыл сайын емделеді. Науқас 10,5 жыл ішінде емдеу әдісін қосқанда көп нәрсе өзгергенін айтады. Жыл сайын емделем. Зарема Мирзахметовна, заведующая эндокринологии, о кісі өте үлкен көп жұмыс істейді. Бізге балаларға қарайды, ненге үйретеді, школа, мектеп дегендей үйретеді. Қалай біз дәрі істеуіміз керек, қалай біз тамақтануымыз керек, қантты азайту үшін. Мен түскенде қантым 16-да 2 болған. Қазір 7-де 2 түсті. Бүгінгі таңда Қазақстанда қант диабеті әлеуметтік маңызы бар аурулардың қатарына енгізіліп, оған жүйелі шешім қабылдау және үкіметтің ден қоюы қажет. Қант диабетімен ауыратындардың саны жыл сайын өсіп келеді. Бұл аурудың алдын алу мақсатында әртүрлі мекемелер жұмыс істеуде. Қант диабетінің көптеген себептері бар, бірақ олардың басты себебі генетикалық бейімділік дейді мамандар. Вообще, конечно, сахарный диабет многофакторное заболевание. Қант диабеті түрлі факторлардың әсерінен болады. Экология да әсер етеді, бірақ басты себеп генетика. Адамдардың барлығы генетикалық аспектлерге бейімделе алады. Дегенмен ол барлығында да бола бермейді. Гиподинамия, дұрыс тамақтанбау және стресстік жағдайлар көбінесе қант диабетіне алып келеді. Құрамында көмір суы көп тамақ түрлері мен фастфуд сынды тағамдарды азайту керек. Екінші типке жататын дерт көпке дейін белгі бермейді. Сондықтан көп адамдар қант диабетіне шалдыққанын өте кеш біледі дейді мамандар. Дәрігерлер қант диабетінің көбіне айтыла бермейтін 4 типімен бөлісті. Диабеты, конечно, есть диабет первого типа. Бірінші, екінші және үшінші типті диабет болады. Бұларды жиі айта бермейміз. Негізгі бұл типтегі аурудың панкреатит, ұйқы безі, онкология, жүйкелік аурулар пайда болады. Бұлардың барлығы ұйқы безінің әлсіреуіне алып келеді. Төртіншісі гастационды қант диабеті. Ол тек жүктілік кезінде пайда болады. Медицина мамандарының пікірінше, егер қант деңгейін бақылап, салмақ жинауды болдырмаса, ауру денсаулыққа кері әсер етпейді. Тұрақты жаттығулар мен дұрыс тамақтану сияқты қарапайым өмір салтын сақтау диабеттің алдын алуға болатынын дәлелдеген. Қазіргі уақытта облыста 34 мыңға жуық адам қант диабетімен ауырады. Олардың 8 мыңы инсулинге тәуелді. Бұл аурумен ауыратындардың саны былтырға қарағанда орта есеппен 12%-ға артып келеді екен. Айнұр Шалғынбай, Дастан Шанин, 1 Қарағанды телеарнасы. Шаһарымызда мемлекеттік қызмет мектебінің кезекті маусым ашылды. Жобаның негізгі мақсаты мемлекеттік қызметті жастар арасында насихаттау және талантты студенттерді іздеу болып табылады. Айта кету керек, бүгінгі таңға дейін бұл білім ордасын 300-ге жуық адам бітіріп шыққан.
Облыста мемлекеттік қызмет мектебі 2008 жыл ашылған. Содан бері оқу ордасының көптеген түлектері жетістікке жетіп, еліміздің игілігі үшін талмай қызмет етуде. Перизат Жанбырбаева Қарағанды мемлекеттік университетін биыл тәмамдамақ. Мамандығы физика пәнінің мұғалімі болса да, өзін мемлекеттік қызметте сынап көрмек ниетте. Мемлекеттік қызметкерлердің жұмысының қызығы мен шыжығын былайша айтқанда заңнамаларды барлығын бізге қазіргі таңда түсіндіруде. Осы мектептің соңында енді барлығымыз мемлекеттік қызметкер болып жұмысқа тұрамыз деген ойдамын. Мемлекеттік қызмет мектебінде жоғары оқу орындарының студенттері, сондай-ақ 29 жасқа дейінгі жастар оқи алады. Мамандық бойынша шектеу жоқ. Бірінші кезекте қатысушылар эссе жазу мен тестілеу бойынша іріктеу кезеңінен өтеді. Биыл жобаға 40 жас қатысуға ниет білдірген. Олар теориялық білім алғаннан кейін тағылымдамадан өтуге жіберіледі. Осы жобаның басты мақсаты негізі осы мына студент жастар арасында дарынды, талантты жастарды анықтау, және де сол жастар арасында мемлекеттік қызметті дәріптеп, осы мемлекеттік қызметке түсу мәселесі бойынша үгіт-насихат жұмыстарын жүргізу болып табылады. Оқу аяқталғаннан кейін барлық білімгерлерге сертификат табысталады. Ұйымдастырушылар бағдарлама түлектерінің саны жылдан жылға арту үстінде екен айтады. Бүгінгі күнге дейін аталмыш мектепті 300-ге жуық жас тәмамдаған. Олардың 50%-нан астамы мемлекеттік органдар мен кәсіпорындарда жұмыс істеуде. Айжарқын Сейсен, Жаслан Мақұлбеков, Дастан Шанин, Бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінгі қасиетті жұма күні келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Бірінші Қарағанды қосулы болсын. Келесі эфирде жүздескенше.